Қайырлы күн достар. Бүгін Асқабақ қосылған ерекше дәмді бауырсақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін үйде қалған сүт немесе айран болса, соның үстіне 1 стакан ыстық су құйып, және 4-5 кусок буға бұқтырылған піскен асқабақты салып, 1 ас қасық қант салып, және жарты ас қасық тұз салып, 1 шай қасық дрож салып, жақсылап араластырып аламыз. Бұл асқабақ қосылған бауырсақ өте дәмді болып, және жұмсақ, ерекше болып піседі. Және оның түрі сап-сары болады. Осы жерде сұйықтықтың температурасын қараймыз. Егер кішкене салқындау болса, аздап ыстық су қосып, жылытып жіберуге болады. Достар, егер менің каналым ұнап жатса, подписка жасап, лайк басып, комментария қалдырсаңыздар болады. Бұл нақты рецепті, сол үшін қорықпай, еш қорықпай жасай берулеріңізге болады. Енді ұнды салып, өте керемет жұмсақ етіп қамыр илейміз. Және ол қамырдың иінін қандыру үшін кішкене сұйық май қосып, жақсылап қайтарып илейміз. Бұл жерде уже бабына келген өте жұмсақ қамыр дайын болды. Оның бетін пищевой пленкамен жауып, бетін жауып, жұқа орамалмен жауып қоясыз. Яғни қамыр көтеріліп ашуы керек. Енді бұл жерде көтерілген қамырды қолымызға кішкене май жағып алып, қайтарып илейміз. Сол кезде қамыр өте жұмсақ, өз бабында керемет, және бауырсақтарыңыз өте дәмді болып шығады.
Қамырымыз ашыды. Уже қазанымызға майымызды құйып, бауырсақты пісіру процесін бастаймыз. Майдың астын орташа отқа қойып, майымызды қыздырып аламыз. Ал қамырымызға аздап май жағып, сол майменен жаямыз. Яғни қамырды маймен жайып, бауырсақты пісіретін болсақ, бауырсақ пісірген майымыз ешқандай да қараймайды, оны артынан балық қуыра беруге болады. Менде бұл жерде қамырым көптеу болғаннан кейін бір 3 күлше пісіріп жіберейін деп ойладым, қалғанын бауырсақ етіп пісіремін. Қамыр өте жұмсақ болғаннан кейін аздап май құйып, жайып, қамырмен жұмыс жасаймыз. Және қызған майымызға бауырсақты пісіріп аламыз. Бұл бауырсақтың түрі сап-сары болады, прямо ортасы бәрі сары болады. Дәмі өте ерекше, дәмді және жұмсақ. Осы рецепті бойынша үйдегілеріңізге дәмді бауырсақ пісіріп, қуаныш сыйлаңыздар. Әрбір күндеріңізге сәттілік тілеймін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Тек аман болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп,
подписка жасап, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Ас болсын, рахмет.